У нас есть претенденты. Антон Зайцев, Государственный театр кукол Алматы. Анатолий Петриченко, Русский драматический театр город Шымкент. Фархат Молдогалиев, Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова. А для награждения и оглашения победителей в номинации «Лучший режиссер года» на сцену приглашается лауреат профессиональной премии Янлегуль, заслуженный деятель Казахстана, режиссер Мурат Ахманов. Жыл режиссера $1 000 000. Габит Мусрепов театра Фархат Молдогалиев. Әріптестер, осыдан 12 жыл бұрын ең алғаш, ең үліккіл, ең үздік жыл режиссері номинациясын алған едім. Міне енді 7-ші номинацияны шәкіртім Фархатқа ұсынып отырмын. Мен бүгін үлкен қуаныштамын. Жаңа ғана Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» спектаклінен үзінді көрдіңіздер. Ілияс Жансүгіровтің осы 37-38 жылғы кеткен боздақтарымызға, еліміздің ең озық талантты тұлпарлары құлагерлерге арнаған шығармасы біздің Тюз театрында сахналанды. Өте керемет спектакль. Талай фестивальдарға қатысып та жоғары бағасын алып отыр. Соның бәрін бүгін міне үлкен тоң мұзды жарып шыққан еңлік гүлінің номинациясын бүгін Фархат алып отыр. Құттықтайын. Өте жаңа Құтпан айтып кетті, қиын кезең болды, індеттен індет. Соның бәрін жеңіп шыққан небір сол кездерде небір режиссерларымыз аталмай қалды. Міне 7-ші киелі санының номинациясын Фархат алып отыр. Құтты болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Біздің кішігірім еңбегімізді бағалағандарыңызға. Қазақстан театр қайраткерлері одағына рахмет. Қазақ театрына рахмет. Ұстаздарыма рахмет. Көрермендерге рахмет. Рахмет сіздерге. Актриса года и лучший актер года. Оған асықпайық, осындай керемет номинацияларды жариялар алдында. Алаш ұлы тобы, қарсы алыңыздар. Баршаларыңызға арнайы театр сүйер қауымға бүгін 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар танылып, жеңіске жетіп жатқандарға, жеңіске жетпей жатқандарға баршасына осындай керемет мереке құтты болсын дейміз. Қазақстан Республикасының театр қайраткерлер одағы мәңгілік жасай берсін. Қабыл алыңыздар. Табылды досымның сәйгүлігі бүгінгі тұлпарларға арналады. Қабыл алыңыздар.